Саламатсыздармы? Біз бүгін өте дәмді тіске басар пісіреміз. Ол үшін бізге варенье керек болады, секер, бір жұмыртқа, разрыхлитель, сары май және ұн керек болады. Ал кеттік бастайық. Менің видеомды соңына шейін қараңыздар. Ол үшін бізге секерді саламыз, жұмыртқамызды салып, ақ көбік болғанша араластырамыз. Секеріміз еру керек. Жақсы етіп араластырыңыздар. Енді үстіне разрыхлителімізді салып тағы араластырамыз. Менің оқырмандарым, егер менің каналым ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Енді сары майымызды салып тағы да араластырамыз. Сары майдың барлығы еріп, кәдімгі керемет осындай консистенция шығу керек. Енді үстіне ұнды саламыз. Кішкене-кішкенеден салып араластырып отырыңыздар. Тағы да саламыз. Осылай әдемілеп араластырып, жұп-жұмсақ тесті шығады. Міне, жұп-жұмсақ болу керек тестілеріңіз. Енді шарик жасаймыз. Бір келке шарик жасаңыздар, орташа өте көп емес. Осылай протеиннің үстіне қағазымызды қойып, соның үстіне қойып шығамыз. Міне барлық шаригімізді жасап шықтық. Енді үйде бір фужер болса, соның төбемен жайлап басып шығамыз. Қатты басып тастамаңыздар. Орташа қылып тек басасыздар. Осылай барлығын басып шықтық. Енді қасықтың көмегімен, сабымен осылай жүрек жасайсыздар. Кішкене батырыңқырап жасаңыздар. Осындай әдемі жүрек шығу керек міне. Енді осы жүректің ішіне әдемілеп вареньемізді құямыз. Варенье, джем, қандай түрі болса да бара береді. Менде варенье сұйық болып тұр. Ал сіздер қоюларын құйсаңыз болады. Міне, барлығын құйып шықтық. Енді 170 градуста пешке салып пісіріп аламыз. 7-10 минут. Оның үстіне осылай сахарный пудра сепсеңіздер болады. Сеппесеңіздер де болады, өте дәмді шығады. Міне, енді әдемілеп ыдысымызға қойып аламыз. Менің вареньем сұйық болғандықтан мынандай болып жайылып кетті, ал қою болса жайылмайды. Міне, осылай әдемілеп салып, шайымызды құйып, бестің шайын әдемілеп осылай ішулеріңізге болады. Я болмаса таңғы шайды. Мен ташкентский шай демдеп алып жатырмын. Міне, осылай шай ішсеңіздер болады. Ал ас болсын, рахмет, соңына шейін көріңіздер.